Сәлеметсіздер ме әріптестер, сіздерге қазақ әдебиетінен аттестацияда келген сұрақтар тізімін ұсынамын. Видео түсінікті болады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріп, пайдалы болса каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сәттілік тілеймін. Олай болса бізде бірінші сұрақ. Төлен Әбдіковтың шығармалар жинағы өлара. Бақытсыз Жамал романындағы Байжан кім? Жұманның әкесі. Еңлік кебектегі тобықты руының арасындағы дау, жер дауы. Аяз би ертегісіндегі шөптің жаманы мен құстың жаманы, қара қоға және сауысқан. Баланың сол бидайға көзі түсіп, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Аллитерация. Еңсегей бойлы ересім толғауының авторы. Жиембет. Күлдір-күлдір күсінетіп, кімдікі? Ақтанберді. Аяз би ертегісінде уәзірлердің тапқан құстың жаманы, қырғауыл. Есілде менің кеңесім, ел білгеннен есім хан. Сұрақ троптың түрі бұл ассонанс. Қолыңа болдым сүйесін, қолтығыңа болдым демесін. Троптың түрі аллитерация. Яғни дауыссыз дыбыстан басталса аллитерация, дауыстыдан басталса ассонанс. Әуезов Көксерек әңгімесінің басталуы, Көксеректің ауылға келуі. Ахмет Яссауи ілімін қазақ поэзиясында жалғастырған ақындар Абай, Шәкәрім. Мұрат Мөңкеұлының үш қиян толғауында кездесетін жер-су атаулары. Еділ, Жайық, Сағыз, Ойыл. Жеңгелері момышқа қандай ат қойды? Молда бала. Мұнарда мұнар күн, бұлттан шыққан шұбар күн. Айшықтау түрі, қайталау. Шақан шері эпилогындағы үш оқиға. Сібірге жер аударылуы, атылуы, қашып шығуы. Сұлтанмахмұт Торағыровтың Дулатов, Байтұрсынов, Бөкейхановқа баға берген поэмасы. Таныстыру. Ақыл мен ғылымды тоздыратын ой кеселдері. Қай қара сөзде? 31. Өмірзая романындағы ұлттық құндылықтардан ада, намыссыз кейіпкер Жақия. Дулат Бабатайұлының өлең жырларының басты тақырыбы қазақ даласындағы отаршылдыққа қарсы күрес. Өз туындыларын орыс тілінде жазған Олжас Сүлейменов. Дулат Бабатайұлының шын есімі Ғабды әл-Ғабит. Бауыржан Момышұлына бата берген кім? Имаш. Өмірзая шығармасындағы кейіпкерлер Аяған Қуатов, Сыздық төре Ақсақал. Ғажайып планета шығармасының авторы Талап Сұлтанбеков. Тел өскен ұл шығармасындағы Қалиша кім? Сапардың әжесі. Пәтер іздеп жүредік шығармасында келген қонақтар. Досы, қайнағасы. Қыз жібекті Сансызбайға қосқан кім? Шеге. Үлкен араның түрі Шербек. Айдағы жасырынбақ шығармасының жанры фантастикалық. Әндіген сөзінің мағынасын тап. Ыдыс түрі. Тәмпіш қара шығармасындағы суретші бала мен ақын бала кім? Суретші бала Ертай, тәмпіш қараның аты Шаншатай. Алғашқы ұстаз шығармасының кейіпкерлері Алтынай мен Дүйсен. Алғашқы ұстаз кімнің шығармасы? Айтматов. Алғашқы ұстаз шығармасындағы автор кімнің суретін салмақшы болды? Дүйсеннің теректерінің. Баламмен осы шаққа дейін сеніммен тіл қатысып, жылы ұшырап көріскен жоқ ем. Бірақ барлық көрген білгенім есімде. Жақсы ағаның зор дәмесін естіп ақтайсың деп білермін деп Абайға батасын берген кім? Байсал айтты. Қажымұқан әңгімесінде әдіссіз көп күш каналсыз далаға аққан қардың суы сияқты деп айтқан кім? Мектеп басқарушы. Қазақ тіліндегі сөздердің соңында кездеспейтін дыбыстар Б, В, Г, Д, Ч. О ақтан жас өлеңінің авторы кім? Дулат Бабатайұлы. Үндестік жағына бағынбайтын сөз қатары қайраткер. Ескі мата атауын тап. Дүрия, патсайы, шайы. Сізге қазақ баласын жібердім. Кімнің сөзі? Добрый рабы. Бақытсыз Жамал романындағы Шолпан кімнің қызы?
Жарас молда. Кеңес дәуіріндегі тарихи сөздер: қызыл отау, пионер, колхоз, совхоз. Күй аңызы шығармасындағы кездесетін тау аты: Ипан тауы. Тахауи Ахтановтың ең алғашқы жарық көрген шығармасы Күй аңызы. Түнімен тарандық, таң атқанша тарандық, таң ағарып атқан соң төңірекке қарандық деген үзіндіде қандай көркемдік тәсіл қолданылған? Аллитерация. Жыршы бала, ақын бала атағына ие болған ақын жазушы Сәбит Мұқанов. Ертөстік қай жерлерде жеңіске жетеді? Борықты бұлақ жерінде. Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя повесінің негізгі идеясы: отбасылық тәрбиенің маңызын таныту. Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя повесіндегі рухани құндылық: жеті атаны білу. Момышұлының Ұшқан ұя повесіндегі әжесі айтқан ертегі: қарлығаштың құйрығы неге айыр. Момышұлы туралы 1968 жылы жарыққа шыққан фильм Ел басына күн туса. Естемес, Оразымбет, Жаңыл деген кейіпкерлер кездеседі Тахауи Ахтановтың еңбегі, яғни Күй аңызы. Әпке пьесасындағы Нәзила кім? Сіңілісі. Жусан иісі әңгімесіндегі Аянның ағасына қара қағаз қай кезде келді? Жаз ортасы. Жусан иісі әңгімесіндегі Аян ағасы жайлы түсті қай кезде көрді? Таң ата. Қазтуғанның қонысымен қоштасу жырында кездеспейтін жер-су атауы Қособа. Төлегенге өз разылығын білдіріп батасын берген анасының аты кім? Қамқа. Қожаны түбінде адам болады деп айтқан кім? Майқанова. Бауыржан Момышұлының әжесінің аты кім? Қызтумас. Күйші әңгімесіндегі күйдің аты Наридірген. Дербісек Бұқаш жыры қай батырлар жырына ұқсайды? Алпамыс батыр. Қонақтар әңгімесіндегі әңгімелесіп отырған кейіпкерлер кемпір мен шал. Ахмет Яссауи кітабы қандай ілімге жатады? Сопылық ілім. Ұшқан ұя шығармасындағы ұлттық құндылықтар: ұрпақ тәрбиесі, алып ер тұлғаның өз заманындағы мәртебесі, түркі елінің билеушісі. Абайдың Пушкинді аудару арқылы тапқан ұйқас түрі: шалыс ұйқас. Кермек дәм, Айшылық алыс жол романдарының авторы Марат Қабанбаев. Сәкен Жүнісовтың Заманай мен Аманай шығармасының өзекті мәселесі: перзенттік махаббат, отанға деген сүйіспеншілік. Сансызбай Сарғасқаевтың туған жері Жамбыл облысы, Қордай ауданы. Тахауи Ахтановтың Ұлы Отан соғысына арналған туындысы Шырағың сөнбесін. Ақан, Бүркіт, Ақпар кездесетін Ильяс Есенберлиннің шығармасы Қатерлі өткел. Шығарманың тақырыбы деген ұғымға сәйкес келетін жауапты көрсетіңіз. Жазушының көркем шығармасына негіз арқау еткен өмір құбылыстарының түйіні. Зар заман өкілдері кімдер екенін анықтаңыз. Шортанбай, Дулат, Мұрат. Самаурын мен шайдың өзін қазақтың дәстүрлі салтын бұзатын жағымсыз құбылыс көрген ақындарды табыңыз. Зар заман ақындары. Күлдіргі ертегілер қатары: тоғыз тоңқылдақ бір шіңкілдек, ұртоқпақ қаңбақ шал. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың Шығамын тірі болсам адам болып өлеңінің ұйқас түрі. Шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл жиһанда жаман болып. Жатқаным көрдетініш жақсы емес пе, жүргенше өмір сүріп надан болып. Қара өлең ұйқасы. Қой аузынан шөп алмас шуас, құлағының сәл мүкісі бар. Бала болып көп ойнамайтын жасқаншақ еді. Бәрімізден гөрі ерекшелігі таңертеңнен кешке дейін бас алмай кітап оқи беретін деген үзіндіге сәйкес кейіпкер. Тортай. Арқаға қарай көшермін, алашыма ұран десермін, ат құйрығын кесермін. Жырдағы көркемдеу ассонанс. Өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіме. Кісі ақылымен бай болғанша өз ақылыңмен жарлы бол деген нақыл сөздер қамтылған Абайдың қара сөзі. 7. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Деген Сұлтанмахмұт Торайғыровтың үзіндісінен өлең құрылысы. 8 буын шалыс ұйқас. Ильяс Есенберлиннің Адам мәңгілік поэмасының тақырыбы соғыс. Еділ ойыл жайық атты атақонысымен қоштаса жырлаған жырау. Қазтуған. Мақатаевтың Аққулар ұйықтағанда поэмасыныңдағы метафора. Аққу бала, өмір дария.
Шоқан Уәлихановтың «Ыстықкөл күнделігі» шығарма желісіне арқау болған халық — қырғыз. Қорқыт Бабаның тәрбиелік мәніндегі нақыл сөзі: «Қыз анадан көрмейінше үлгі алмас, ұлы атадан көрмейінше үгіт алмас». Мағжан Жұмабаевтың Батыр-баян поэмасындағы тұтқын қыз, қалмақ қызы. Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя повесінің басталуы. Бауыржанның бабасы Имаштың 90 жасқа келіп дүние салуы. Жұманның қорлығына шыдамаған Жамалдың қашып шыққаннан кейінгі өмірі. Боранда адасып қаза тапты. Қожахмет Яссауидің еңбегі, Диуани Хикмет. Мұхтар Мағауиннің Шақан шері романының шешімі, Шақанның қолға түсуі. Жастарға өлеңінің авторы Шәкәрім Құдайбердіұлы. Айтматовтың шығармалары: Алғашқы ұстаз, Ақ кеме, Жәмила, Қош бол Гүлсары. Пушкиннің ескерткіш өлеңінде ақын жыр етті: тілек, мақсатын, арманын, өз жайын. Мақатаев Аққулар ұйықтағанда поэмасындағы оқиғаның өтетін жері мен ананы оғытуға итерген күш: Тәуіп шал, Жетім көл. Абай сүйіп оқыған шығыс ақыны Фирдауси, Науаи, Физули. Қыпшақ Сейітқұл мекен еткен өзен, Қабырға өзені. Қабанбайдың Бауыр әңгімесіндегі Қалидың ағасы кім? Манап. Қыз жібек 1894 жылы Қазанда басылып шығарылған. Жібекті Сансызбайға қосқан кім? Төлегеннің өзі. Алтынсаринның Дүние қалай етсең табылады шығармасындағы қайыршының рөлінде кім? Антон. Шортанбайдың балалары: Алдаберген, Аязбай, Бәйіш. Ноғайлы дәуіріндегі ауыз әдебиет өкілдері: Кетбұға, Сыпыра, Асанқайғы, Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз. Әуезовтің Көксерек әңгімесінде жазуға себеп болған не нәрсе? Зайыбы Валентина сатып әкелген күнтізбе. Мұрат Мөңкеұлының шығармасы Үш қиян. Соңына